Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен ұйғыр халқының қошан деп аталатын қуырылған мантысын дайындайтын боламыз. Енді бұл мантының дәмін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Сондықтан да видеоны соңына дейін қарап, бір рет жасап жеп көріңіздер. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып тіркеліп алыңыз. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызға дрож қосып, жақсылап араластырып аламыз. Сонан соң жылы суымызға тұз қосып, тұз ергенше жақсылап араластырып, дайындап қойған ұнымызға қосып, жақсылап қамыр илейміз. Міне қамырымыз осындай жағдайға жеткенде кішкене май қосып, тағы да бір келкі қамыр болғанша илейміз. Қамырымыз кішкене қаттылау болады, өте жұмсақ қылып жібермеңіздер. Сонан соң бетін жауып, жылы жерге жарты сағат, 1 сағатқа демалтырып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасы жалпы өз қалауларыңыз бойынша мен асқабақ қосып жасадым. Пиязды видеода көріп тұрғандай етіп, өте ұсақ етіп турап аламыз. Сонан соң асқабағымызды да дәл солай ұсақ етіп турап аламыз. Менде фарш майсыз болғандықтан іш майды да ұсақтап турап қостым. Міне қажетті заттарымыздың барлығын ұсақтап турап алдық. Енді барлығын біріктіріп, бір ыдысқа салып, дәміне қарай тұз, бұрышын қосып, жақсылап араластырамыз. Тұз және қара бұрыш, сосын кішкене зирадан, дәл осы видеода көріп тұрғандарыңыздай езіп қосып жіберсеңіздер, өте дәмді болып шығады дәмі. Мінекей біздің салмамыз осымен дайын болды. Енді қамырмен жұмыс жасаймыз. Қамырымыз да өте жақсы көтеріліп шықты, көріп тұрғандарыңыздай. Мен осыған дейін 15-20 минут тұрғаннан кейін жақсылап бір илеп, қайтадан демалдырып қойдым. Қамырымызды дәл видеода көрсетілгендей етіп, қолымызды майлап, кішкене бөліктерге бөліп аламыз. Шамамен 30-32 грамм. Мінекей қамырымыздың барлығын осылай бөліктерге бөліп, сонан соң бетін жақсылап жауып, тағы 10-15 минутқа демалдырып қоямыз. Міне бізде 10-15 минут демалып тұрды. Енді мантыларымызды жасай берсек болады. Бөліктерге бөліп алған қамырларымызды дәл видеода көрсетілгендей етіп, оқтаудың көмегімен орташа қалыңдықта жайып аламыз. Егер қамырларыңыз жабысып жатса, кішкене оқтауды майлап жіберсеңіздер болады. Мінекей қамырымызды жайып алдық, осындай жұқалықта болу керек. Сонан соң ішіне салмасын салып, дәл осы видеода көрсетілгендей етіп түйіп шығамыз.
Мінекей мантыларымыздың барлығын осылай түйіп шығамыз. Сіздерге түсінікті болу үшін асықпай бірнешеуін түйіп көрсеттім. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Міне мантыларымыздың барлығын түйіп дайындап алдық. Енді қатты отта қызып тұрған майға салып, қызартып қуырып аламыз. Мантыларды салғанда түйілген жағын астына қаратып саламыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп, вилкамен араластырып отырып, екі жағын қызартып қуырып аламыз. Бізге сырты қызарып қуырылса болды, іші пісуі маңызды емес, өйткені қуырып болған соң біз оны мантоваркада буда пісіретін боламыз. Достар, егер де менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қосқыңыз келсе, менің каналыма тіркеліп, жүрекшені басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Және де қоңырауша белгісін басып қойсаңыз, менің жаңадан салған видеоларымды біріншілердің қатарында болып көріп отыратын боласыз. Бұдан да басқа да көптеген сіздерге пайдалы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Мінекей мантылеріміздің барлығын осылайша қуырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте сап-сары болып, әдемі болып пісіп шықты. Енді оны манты қазанға салып жайғастырып аламыз да, қайнап тұрған суға 30-35 минут буда пісіріп аламыз. Мінекей біздің мантылеріміз 35 минут буда тұрып пісті. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Енді дәмін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Ішіндегі салмасы сыртындағы қамырымен үйлесіп, өте дәмді болып шығады. Іші де сырты да толықтай пісіп, сочный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге 100% ұнайтынына сенімдімін. Жалпы бұл мантыны немен жесеңіздер де өз қалауларыңыз, бірақ қаймақпен жесеңіздер дәмі одан да керемет болады. Ал ащыны жақсы көретіндер үшін ащымен де өте дәмді болып шығады. Дәл осы лажжан ащысының рецептісі менің каналымда бар. Осы видеоның астына сілтемесін қалдырып кетем, кіріп қарап көріп жасасаңыздар болады. Сіздермен болған Фариза. Осы видеоны соңына дейін қарап менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен үй жағдайында лагман тағамын дайындайтын боламыз. Қамыры да, тұздығы да бір жасағаннан ойыңыздағыдай шығады. Сондықтан да видеоны соңына дейін қарап, рецептіні сақтап алыңыз. Алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, каналға тіркеліп алыңыз. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Қамыры үшін салқын суға тұз салып, тұз ерігенше жақсылап араластырамыз. Сонан соң електен өткізілген ұнымызға 2 жұмыртқа және жаңа дайындап алған суымызды аз-аздан қосып отырып, қамыр илейміз. Қамырымыз орташа жұмсақтықта болу керек. Өте қатты да, өте жұмсақта болып кетпеу керек. Мінекей қамырымыз осындай дәрежеге жеткенде кішкене ғана май тамызып, үстіне қайтадан жақсылап қамырымыздың июі қанғанша илейміз. Дайын болған қамырымызды үстіне пакетпен жауып 20-30 минутқа тындырып қоямыз. 20-30 минуттай тынып тұрды. Енді тынып тұрған қамырымызды дәл видеода көрсетілгендей етіп, қайтадан илеп, қайтадан бетін жауып, тағы да 20-30 минутқа қойып қоямыз.
Тағы да 20-30 минут өткеннен соң тағы да дәл бірінші жағдайды қайталап, қайтадан 20-30 минутқа демалдырып қоямыз. Дәл осы процесті 2-3 рет қайталаймыз. Сонда біздің қамырымыз көріп тұрғандарыңыздай өте теп-тегіс әдемі қамыр пайда болады. Жалпы біздің қамырымыз 2 сағаттай демалды. Көріп тұрғандарыңыздай жұмыс істеуге ыңғайлы теп-тегіс қамыр шықты. Енді осы қамырымызды дәл видеода көрсетілгендей етіп, қолымыздың көмегімен жалпақтау етіп жайып аламыз. Кейін үстіне сұйық майымызды екі бетіне де жағып алып, қайтадан үстінен басып шығамыз. Міне біздің қамырымыз осындай жіңішкелікте болғаннан соң, пышақтың көмегімен дәл видеода көрсетілгендей етіп, ұзыншақ бөліктерге бөліп аламыз. Қамырымыздың барлығын ұзыншақ бөліктерге бөліп алдық. Енді аралары жабысып қалмау үшін май жағып шығамыз қайтадан. Енді дәл осы бөліктерге бөліп алған қамырымызды видеода көрсетілгендей етіп, қолымыздың көмегімен жай ғана қысып шығамыз. Домалақ пішінге келу үшін. Мінекей қамырымыздың барлығын қолымызға басып шықтық, домалақ қылып. Енді дәл видеода көрсетілгендей етіп созатын боламыз. Лагманның қамыры көп демалғанды жақсы көреді, сондықтан да қамырларды демалдырып отырып созамыз. Қатты тартып жібермейміз, өзі созылғанға дейін ғана созамыз. Қамырымыздың қатты жұмсақтығына байланысты дәл осы процесті 2-3 рет қайталаймыз. Мен қазір бірінші рет созып бастадым. Қамырларымыздың барлығын осылай дөңгелетіп шығамыз. Бірінші рет созып алған қамырларымызды тарелканы майлап, дәл видеода көрсетілгендей етіп, орап жинап шығамыз. Тарелканы міндетті түрде майлап алыңыздар, жабысып қалмау үшін. Мінекей бірінші рет созған қамырларымызды бір слой орап алдық. Енді үстін жақсылап майлап, жабысып қалмайтындай етіп, екінші слой үстіне орап шықсаңыздар болады қайтадан. Жақсылап майлап жіберіңіздер, сонда қамырлар бір-біріне жабысып қалмайды. Мінекей қамырларымызды екінші қатарға да жақсылап орап шықтық. Енді барлық жеріне майды тиіп тұратындай етіп майлап, сонан соң мешокпен жақсылап жауып, 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Мінекей 10-15 минут демалып тұрды. Енді қамырымыздың шетінен бір-бірден алып, дәл видеода көрсетілгендей етіп созатын боламыз. Бұл бізде екінші рет созып бастап жатырмыз. Бағана айтып өткенімдей, лагманның қамыры көп демалғанды жақсы көреді, сондықтан да демалдырып отырып созыңыздар. Және қатты созып жібермеңіздер, қамыр өзі созылғанға дейін ғана созасыздар. Егер қамырымызды қатты тартып жіберетін болсаңыздар, қамырымыз үзіліп кетеді, сондықтан да өзі созылғанға дейін ғана созамыз. Мінекей екінші рет қамырымыздың барлығын осылай созып алдық. Енді оны 10-15 минут демалтырудың қажеті жоқ. Біріншісінен бастап соза береміз. Өйткені қалғандарын созып бітемін дегенше біріншісі 10-15 минут демалып тұрды. Мен сіздерге видеомыз тым ұзақ болып кетпеу үшін қамырдың бір бөлігін ғана созып көрсетіп жатырмын. Дәл осылай барлық қамырымызды созып шығамыз. Мінекей қамырымызды үшінші рет қайталап созып алдық. Бұл қамыр бізге қалыңдық қылады. Бізге қамырдың жеп-жіңішке болғаны ұнайды, сондықтан да мен қайтадан бір рет созып жіберетін боламын. Егер сіздерге дәл осындай қамыр ұнайтын болса, 3 рет қайталап пісіріп алсаңыздар болады. Мінекей қамырымызды мен 4-ші рет созып алдым. Көріп тұрғандарыңыздай қамыр өте жіп-жіңішке болды. Енді осылай екі бөлікке бөлінген қамырымызды дәл видеода көрсетілгендей етіп, екі саусағымыздың ортасына екі қамырдың ұштарын қысып, сонан соң дәл видеода көрсетілгендей етіп қолымызға айналдырып орап шығамыз.
Барлық қамырымызды қолымызға жақсылап орап алған соң, дәл видеода көрсетілгендей етіп 2-3 рет столға ұрғылап жібереміз. Сонда қамырымыз одан да жіңішкеріп әдем болып шығады. Енді ыстық қайнап тұрған суымызға салып пісіретін боламыз. Қайнақ суымызға міндетті түрде тұз салуды ұмытпаңыздар. Дәл видеода көрсетілгендей етіп қамырымызды салғаннан кейін вилканың көмегімен араларын ажыратып шығамыз, жабысып қалмау үшін. Сонан соң қақпағын жауып, бір көтеріліп қайнағанша күтеміз. Көп қайнатпаймыз. Бір көтеріліп, көбіктеніп қайнағанда тез алатын боламыз. Қамырымыз көріп тұрғандарыңыздай бір көтеріліп қайнап шықты. Енді шолпының көмегімен ыстық судан ажыратып алып, сап-салқын суымызға салып, бір шайып, одан да шолпының көмегімен алып аламыз. Сонан соң тарелкаға салып, үстіне кішкене ғана май тамызып, жабысып қалмау үшін жақсылап араластырамыз маймен. Қамырларымыздың барлық бөлігін дәл осылай пісіріп алатын боламыз. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз бір тегіс және жып-жылтырақ әдемі қамыр болып шықты. Біздің қамырымыз осымен дайын болды. Енді осы қамырға тұздық дайындайтын боламыз. Тұздыққа дәл осы экранда көрсетілген заттар қажет болады. Анық мөлшерін осы видеоның астына описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен етімізді дәл видеода көрсетілгендей етіп, орташа бөліктерге бөлеміз, бірақ өте жұп-жұқа болу керек етіміз тез пісу үшін. Дәл видеода көрсетілгендей етіп турап аламыз. Сонан соң тәтті бұрышымызды да дәл видеода көрсетілгендей етіп, барлығын бірдей қылып орташа бөліктерге бөліп тураймыз, салатын заттарымыздың барлығын. Енді пиязымызды тураймыз. Пиязды да орташа бөліктерге төрт-піштілеп бөліп турап аламыз. Енді бұл бізде пекинский капустаның қатты жері, дәл видеода көрсетілгендей етіп, оны да пышақтың көмегімен жұп-жұқа етіп кесіп аламыз. Ендігі кезекте бізде сельдерейдің дәл осындай түрі. Сельдерейді да дәл видеода көрсетілгендей етіп, қиғашынан жұп-жұқа етіп кесіп аламыз. Енді қызанағымызды да дәл видеода көрсетілгендей етіп, керек емес жерлерін алып тастап, орташа бөліктерге бөліп турап аламыз. Негізі қызанақ қосу міндетті емес, қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Дәмін шығару үшін мен бір дана қосып жібердім. Сонан соң сарымсағымызды да дәл видеода көрсетілгендей өте ұсақ етіп турайым. Енді қызып тұрған майымызға етті салып, жақсылап қуыратын боламыз. Етіміздің суы бөлініп шыға бастаған кезде отымызды жай отқа қойып, сол суында етімізді пісіретін боламыз. Етіміздің суы тартылып, кішкене қызара бастағанда үстіне соя тұздығын құйып, жақсылап араластырамыз. 2-3 минут қуырылғаннан кейін пиязымызды салып, жақсылап араластырып, тағы да 2-3 минут қуырамыз. Мінекей, біздің пиязымыз жұмсарып, қызара бастағанда үстіне бір қасық томат салып, жақсылап араластырып, тағы да 2-3 минут қуырамыз. Дәміне қарай тұзын салып, жақсылап араластырамыз. Кейін үстіне пекинский капустамызды салып, жақсылап араластырып, тағы да 2-3 минут қуырамыз. Кейін ұсақтап туралған сарымсағымызды, сельдерейімізді және қызанағымызды қосып, жақсылап араластырып, тағы да 2-3 минут қуырамыз.
Сонан соң ең соңында тәтті бұрышымызды салып, жақсылап араластырып, оны да 2-3 минут көлемінде қатты отта қуыратын боламыз. Сонан соң барлық осы заттарымыз батып тұратындай етіп, кішкене ғана су құямыз үстіне. Менде су бағана қамыр пісірген судан кішкене алып қалдым, соны қосып жатырмын. Жай су қоссаңыздар да болады. Енді астын жай отқа қойып, қақпағын жартылай жауып, 20-25 минуттай бұқтырамыз. Мінеки біздің тұздығымыз 20-25 минуттай қайнады, барлық заттарымыз толықтай пісіп шықты. Егер де сіздерге сулы болған ұнаса, қайтадан су қоссаңыздар болады. Осымен біздің тұздығымыз дайын. Енді ыдысымызға бірінші қамырды салып аламыз, сонан соң жаңа дайындаған тұздығымызды салып ұсына берсеңіздер болады. Көріп тұрғандарыңыздай лагманымыз өте әдем болып шықты. Қамырымызда, тұздығымызда міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Дәл осындай болып шығатынына 100% сенімдімін. Дәл осындай рецептілерді жіберіп алмау үшін менің каналыма міндетті түрде жазылып алыңыз. Сіздермен болған Фариза. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем бердім, құрметті менің көрермендерім. Сіздермен әдеттегідей Фариза асханасы. Бүгін сіздермен картошканы етпен бірге қуыратын боламыз, яғни үй жағдайында жаркое жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, арнаға жазылып алыңыздар. Бисмиллах деп тағамымызға қажетті заттардың барлығын жуып, тазалап, қабығынан тазартып, дәл видеода көрсетілгендей етіп турап дайындап аламыз. Кейін қатты отта қызып тұрған майымызға бірінші етті салып, ет қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Мінеки етіміз дәл осындай қып-қызыл болып қуырылғаннан кейін үстіне пиязымызды салып, 2-3 минуттың көлемінде пиязымыз да сарғайып жұмсарғанша қуырамыз. Кейін үстіне томат пастасын салып, жақсылап араластырып, 1-2 минуттың көлемінде қуырамыз. Кейін ұсақтап туралған чеснок пен сәбізімізді салып, оны да 1-2 минуттың көлемінде қуырамыз. Кейін үстіне картошкаларымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, картошкамен 5-6 минуттың көлемінде қатты отта қуырамыз. Кейін дәміне қарай тұз, бұрыш және өз қалауларыңыз бойынша кішкене зира қосып жіберсеңіздер болады. Барлық дәмдеуіштерімізді салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Етті өз қалауларыңыз бойынша көбірек қоссаңыздар болады. Менде басым бөлігі балалар болғандықтан етін азырақ, картошкасын көбірек қостым. Картошкамызды жақсылап қуырып алғаннан кейін өз қалауларыңыз бойынша капуста қоссаңыздар болады. Бұл қосу міндетті емес. Мен үйде болған соң кішкене қосып жібердім. Жақсылап араластырып, 1-2 минуттың көлемінде қуырамыз. Сонан соң үстіне картошкаларымыз батып тұратындай етіп су құямыз. Кейін осы суымыз қайнағанша қатты отта ұстаймыз. Қайнаған соң ақырын отқа қойып, жарты сағат көлемінде қақпағын жауып бұқтырамыз. Мінеки біздің тағамымыз жарты сағаттың көлемінде жай отта бұқтырылып тұрды. Осымен біздің жаркоеміз дайын болды. Әдемі ыдыстарыңызға салып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Міндетті түрде дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Және де асығыс қонақтарыңыз болса, тездетіп жасап берсеңіздер де болады. Сіздермен болған Фариза. Егер де менің видео рецепттерім сіздерге ұнап жатса, лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен күріш қосылған сорпа, яғни рисви суптың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Әркім әр қалай жасайды, сондықтан да мен де өз жасалу жолымен бөлісейін. Егер де арнама жазылмаған болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, арнаға жазылып алыңыз. Бисмиллах деп ең алдымен тағамға қажетті заттарымыздың барлығын видеода көрсетілгендей етіп, төртпіштілеп, ұсақ етіп, турап дайындап аламыз.
алдын ала қызып тұрған майымызға етті салып, еттің бойындағы суы тартылып, қызарғанша қуырамыз. Етіміз қызарып қуырылғаннан кейін үстіне пиязымызды салып, пиязы жұмсарғанша 2-3 минуттың көлемінде қуырамыз. Пиязымыз жұмсарып қызара бастағанда үстіне томат салып, 1 минуттың көлемінде араластырып отырып, қатты отта қуырамыз. Кейін үстіне тәтті болгар бұрышы мен ұсақтап туралған чесногымызды салып, барлығын жақсылап 2-3 минуттың көлемінде қуырамыз. Кейін үстінен сәбізімізді салып 2-3 рет араластырып қуырамызда, артынша ұсақтап туралған картоптарымызды салып, барлығын жақсылап араластырып 2-3 минуттың көлемінде қатты отта қуырамыз. Кейін дәміне қарай тұз және сорпаға арналған дәмдеуіш салып, жақсылап араластырамыз. Қатты отта барлығы жақсылап қуырылғаннан кейін үстіне салқын су құйып, қайнағанша қатты отта ұстаймыз. Қайнаған соң отты ақырын қойып, 1 сағат көлемінде жай отта қайнатамыз. 1 сағат жай отта қайнаған сорпамызға жақсылап 3-4 рет жуылған күрішімізді салып, тағы да 15-20 минуттың көлемінде қайнатамыз. Мінеке, осымен біздің күріш қосылған сорпамыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Әсіресе үлкен кісілерге қатты ұнайтын сорпалардың бірі. Адам ағзасына өте пайдалы және өте оңай жасалады. Сіздермен болған Фариза. Видеоны соңына дейін қарап, менімен болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Егер де менің видео рецебім сізге ұнаған болса, лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыз.
Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен көпшіліктің сүйіп жейтін тағамдарының бірі тефтели тағамын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Әсіресе балаларға қатты ұнайтын тағамдардың бірі. Бісміллах деп ең алдымен тап-таза етіп жуылған күрішіміздің үстіне қайнап тұрған ыстық суды құйып, бетін жауып 10-15 минутқа бұқтырып қоямыз. Енді осы аралықта басқа да қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Мен осындай дайын тартылған ет қолдандым. Сонан соң пиязымызды дәл видеода көрсетілгендей етіп, ұсақ етіп кесіп аламыз. Тартылған етіміз барынша майсыздау болғаны дұрыс. Сонда біздің тефтелиларымыз шашылып кетпейді пісіргенде. Пиязымызды турап алған соң қайтадан дәл видеода көрсетілгендей етіп пышақпен ұрғылап шығамыз. Сонда біздің пияздарымыз өте ұсақ болып шығады. Енді осы дайын болған пиязымызды тартылған етіміздің үстіне салып аламыз. Осы аралықта біздің күрішіміз де дайын болды. Күрішімізді салып, дәміне қарай тұз, бұрыш және кориандр бір жұмыртқа салып, жақсылап қолымыздың көмегімен мыжимыз. Сонан соң видеода көрсетілгендей етіп ұрғылап жіберсек, сонда біздің тефтелиларымыздың шашылып кетпеуіне көмектеседі. Осымен біздің етіміз дайын болды. Енді осы дайын болған етімізден тефтелидің пішінін келтіріп жасап аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп жақсылап ұрғылап, домалақ етіп барлығын бір пішінде жасап аламыз. Достар, егерде менің видео рецепттерім сіздерге ұнап жатса, арнама тіркелмеген болсаңыздар, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, міндетті түрде менің арнама тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта да сіздерге пайдалы деген видео рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Мінеки барлығын бір көлемде етіп жасап алдық. Енді осы тефтелиларымызды қызып тұрған табадағы майға салып қуырып алатын боламыз. Майды өте көп құймаймыз, кішкене ғана құйсақ жеткілікті. Мен осы жасаған тефтелиларымның барлығын осы бір табада пісіріп алдым. Барлығын салып болғаннан кейін 5 минуттың көлемінде қуырамыз. 5 минуттан кейін дәл осындай қызара бастайды. Сонан соң екінші бетіне барлығын аударып шығамыз. Жан жақтары қызармай қалып жатса, дәл видеода көрсетілгендей етіп, вилканың көмегімен айналдырып отырып қызартып алсаңыздар болады. Барлық жерін қызартып қуырып алдық. Енді үстіне кішкене су құйып, астын ақырын отқа қойып, 10 минуттың көлемінде пісіреміз. Енді осы аралықта қоспасын дайындайтын боламыз. Қоспасына 1 қасық ұн, 1 қасық томат және 1 қасық қаймақты салып, үстіне кішкене су құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын бір келкі етіп жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне тағы да кішкене су құйып, сұйықтау етіп қоспамызды жасап аламыз. Мінеки біздің тефтелиларымыз 10 минуттың көлемінде қайнады. Көріп тұрғандарыңыздай суы кішкене тартылды. Дәміне қарай кішкене тұз сеуіп, сонан соң келесі бетіне айналдырып, жаңағы дайындап алған қоспамызды қосамыз. Кейін қайтадан 5 минутқа бұқтырып қоямыз. Енді гарнир дайындаймыз. Гарнирге мен макарон пісіремін. Қайнап тұрған ыстық судың үстіне дәміне қарай тұз және май қосып, макарондарымызды салып, піскенше қайнатып аламыз. Мен балаларға дайындап жатқандықтан, оларды қызықтыру мақсатында осындай бантик макаронды пайдаландым. Мінекей, осымен біздің тағамымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай тефтелиларымыз да әдем болып пісіп шықты. Мына жақта макаронымыз да дайын болды. Енді осыны әдемі етіп ыдыстарыңызға салып, дастархандарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Міндетті түрде дәл осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Әсіресе балаларға жасап берсеңіздер, бір отырғаннан ешқандай да қалдырмай жеп қоятыны сөзсіз. Сіздермен болған Фариза. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен сатылымға жасап жүрген тұшпара, яғни пельмендердің рецептісімен бөлісейін деп шештім. Бұл рецепті мен жылдар бойы қолданамын. Ешқандай да суға салғанда жарылып немесе езіліп кетпейді. Сондықтан да видеоны соңына дейін қарап, дәл осы рецепт бойынша жасап көрсеңіздер болады.
Сорпаға салып қайнатқанда да ешқандай езіліп кетпейді. Көріп тұрғандарыңыздай дара-дара өте әдемі және өте дәмді болып шығады. Ең алдымен бісміллах деп қамырынан бастаймыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызға жұмыртқа және тұз қосылған салқын суды салып, жақсылап қамыр илейміз. Мен қамырға қажетті заттардың мөлшерін осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Дәл сол рецепт бойынша жасасаңыздар, дәл осындай бізде қатты қамыр шығады. Мешокқа салып 10-15 минутқа демалдырып қоямыз. 10-15 минут демалдырғаннан кейін қайтадан оны илейтін боламыз. Ол кішкене жұмсайды, көріп тұрғандарыңыздай. Дәл видеода көрсетілгендей етіп жақсылап июін қандырып илейміз. Ол қамырымыз біздің жұмыс істеуге ыңғайлы, өте әдемі қамыр болып шығады. Дәл осы процесті біз пельмен түйем дегенше 2-3 рет қайталаймыз. Енді осы аралықта салмасын дайындап аламыз. Салмасына мен пиязды ұсақ етіп қолдан тураймын. Блендерден ұсақтап турап салсаңыздар да болады. Пияздарымызды ұсақ етіп турап алғаннан кейін видеода көрсетілгендей етіп қайтадан үстінен басып турап шығамыз. Сонда біздің пияздарымыз өте ұсақ болып шығады. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай пиязымыз өте ұсақ. Енді осы дайындап алған пиязымыздың үстіне тартылған етті салып, дәміне қарай тұз бұрышты салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей, осымен біздің салмамыз дайын. Дәл осылай пиязды турап салатын болсаңыздар, салмасы өте дәмді болып шығады. Мінекей, осы аралықта біздің қамырымыз да дайын болып қалды. Көріп тұрғандарыңыздай жұмсарып, жұмыс істеуге ыңғайлы эластичный қамыр болып шығады. Енді осы дайын болған қамырды 3 бөлікке бөліп аламын. Бөліктерге бөліп алған қамырларымызды зуалақтап, тағы да мешокқа салып 10-15 минутқа тындырып қоямыз. 10-15 минут тынып тұрған қамырымызды енді жұмыс жасай берсек болады. Көріп тұрғандарыңыздай жұп-жұмсақ, басында қатты болып тұрған қамыр жұмыс істеуге ыңғайлы, әдемі жұмсақ қамыр болып шығады. Енді осы қамырымызды видеода көрсетілгендей етіп, ұнды сеуіп отырып, жақсылап жайып аламыз. Пельменнің қамырын қатты жұқа етіп жібермейміз, орташа қалыңдықта жайып аламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін қамырдың жайылу процесінде асықпай көрсеттім. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Достар, егер де менің салған видеоларым сіздерге ұнап жатса, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, міндетті түрде арнама жазылып алыңыздар. Бұдан да басқа көптеген сіздерге пайдалы деген рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Егер де менің видеоларым сіздерге бірінші болып түсіп отыру үшін, осы видеоның астында қоңырауша белгісін басып қойсаңыз болады. Мінекей, қамырымызды да жайып алдық. Қамырымыз дәл осындай жұқалықта болу керек. Көріп тұрғандарыңыздай қатты қалың да емес, өте жұқа да емес. Енді осы жайып алған қамырымызды дәл видеода көрсетілгендей етіп, гармошка тәріздес етіп жинап аламыз. Енді осы жинап алған қамырымызды шамамен 5 сантиметрдің көлемінде кесіп аламыз. Мен көз мөлшерімен кестім. Сіздер кесе алмайтын болсаңыздар, қағазды өлшеп алып, қағаздың көмегімен кессеңіздер болады. Енді осы кесіп алған қамырларымызды бірінің үстіне бірін қойып, видеода көрсетілгендей етіп жинап шығамыз. Егер жабысып жатса, арасына ұн сеуіп алсаңыздар болады. Қамырдың құрамында су азырақ болғандықтан жабыса қоймайды, сондықтан мен ұнды көп қолданбаймын. Егер ұнды көп қолданатын болсаңыздар, жабыспай қалуы мүмкін. Енді тағы да осы 5 сантиметрдің көлемінде етіп, дәл видеода көрсетілгендей етіп кесіп аламыз. Сонда пельменнің қамырларының жан-жағы барлығы 5 сантиметрдің көлемінде болады.
Енді ішіне салмасын салып, видеода көрсетілгендей етіп жан-жағын қатты ішіндегі салмасы шығып кетпейтіндей етіп жабыстырып, сонан соң екі ұшын біріктіріп пельменнің формасын жасаймыз. Пельменнің түйілу әдісін видеода көріп тұрғандарыңыздай 2-3 рет қайтара асықпай көрсеттім, сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Дәл осы мен көрсеткен рецепт бойынша жасайтын болсаңыздар 2 килограмм пельмен шығады. Дәл осылай жасап сатылымға шығарсаңыздар да болады. Морозильникте ұзақ уақыт сақтауға болады. Ешқандай да бұзылып кетпейді. Мінеки пельмендеріміздің барлығын осы тәсілде түйіп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі шықты көрінісі. Жартысын осындай ыдыстарға салып, морозильникте қатырып алсаңыздар да болады. Мен керегін қолданып, қалғанын морозильникке қатырып аламын. Енді осы пельмендерімізді сорпаға салып пісіретін боламыз. Мен алдын ала сүйек қайнатып қойдым. Сол сүйектің сорпасына пісіріп жатырмын. Көріп тұрғандарыңыздай ешқандай жарылып, жыртылып кетіп жатқан жоқ. Дара-дара болып әдемі пісіп жатыр қайнаған кезінде де. Біздің пельмендеріміз пісуге жақындағанда жаңағы қайнатқан сүйегіміздің еттерін ұсақ етіп турап сорпамызға салып жібереміз. Осымен біздің пельмендеріміз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі сорпа болып шықты, дара-дара болып пісіп шықты. Міндетті түрде дәл осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Фариза. Видеоның соңына дейін қарап менімен болғандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен кабачкиден котлет жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бісміллах деп ең алдымен кабачкиларымызды жақсылап жуып тазартып аламыз. Сонан соң керек емес жерлерінен тазартып аламыз. Мен үлкен көлемдегі 1,5 кабачки қолдандым. Енді осы тазартып алған кабачкиларымызды үткіштің ірі жағынан өткізіп аламыз, видеода көрсетілгендей етіп. Барлығын үткіштен өткізіп алдық. Енді үстіне кішкене тұз сеуіп, жақсылап араластырып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Енді осы аралықта үткіштің ұсақ жағынан орташа бір сәбізімізді үткіштен өткізіп аламыз. Дәл осылайша ұсақ етіп өткізіп аламыз. Ендігі кезекте орташа бір картобымызды да дәл осы ұсақ жағынан өткізіп аламыз. Енді осы үткіштен өткізіп алған картобымызды видеода көрсетілгендей етіп жақсылап суынан ажыратып аламыз. Егер де сіз әлі де менің арнама тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, міндетті түрде арнама тіркеліп алыңыз. Бұдан да көптеген видео рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Енді бағана үткіштен өткізіп қойған кабачкиларымыз жұмсарып, бойынан суы шығып тұр. Оны да картоп сияқты дәл видеода көрсетілгендей етіп, суынан ажыратып аламыз. Бізге суы қажет емес. Енді осының үстіне дайындап қойған сәбізімізді саламыз. Үстінен бір тіс сарымсағымызды арнайы үткіштен өткізіп қосамыз. Дәміне қарай тұз және бұрыш қосамыз. Сонан кейін 2 жұмыртқамызды жақсылап араластырып, үстінен қосып, барлығын жақсылап араластырамыз қасықтың көмегімен. Жақсылап араластырып алдық. Енді үлкен қасықпен 3 қасықты толтырып, үстіне ұн салып, бір келкі масса болғанша тағы да жақсылап араластырамыз.
Осымен массамыз дайын болды. Енді қолымыздың көмегімен өзімізге керегінше бөлігін алып, жан-жағын жақсылап ұрғылап, котлеттің формасын беріп аламыз. Котлеттеріміздің барлығын осы тәсілмен дайындап аламыз. Менде осы рецепт бойынша 13 дана котлет шықты. Енді дайын болған котлеттерімізді қатты отта қызып тұрған майға салып, екі жағы қызарғанша қуырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай котлетіміздің бірінші беті қып-қызыл болып қызарды. Енді келесі бетін де дәл солай қызартып қуырып аламыз. Котлеттеріміздің екі жағы да қып-қызыл болып қуырылды. Енді майдан шығарып аламыз. Дәл осы тәсілмен барлық котлеттерімізді қызартып қуырып аламыз. Қуырылып шыққан котлеттерімізді бірден духовкамыздың табасына жайғастырып аламыз да 180 градус қызып тұрған пеште 10 минуттың көлемінде пісіруге жібереміз. Енді осы аралықта соусын дайындаймыз. Қаймақ және майонезді жақсылап араластырып, үстіне кішкене сарымсақты үткіштен өткізіп, қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Өз қалауларыңыз бойынша укроп қоссаңыздар да болады. Мінекей, осымен біздің котлеттеріміз дайын болды. Әдемі етіп тарелкаларыңызға салып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте пайдалы әрі дәмді котлеттердің бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Фариза. Сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен орама тағамын дайындайтын боламыз. Өте дәмді және тойымды тағамдардың бірі. Сондықтан да видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де менің арнама тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, арнама тіркеліп алыңыз. Бұдан да басқа көптеген пайдалы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Алдымен тағамның қамырын дайындап аламыз. Ол үшін салқын суға тұзымызды салып, тұз ерігенше жақсылап араластырамыз. Сонан соң алдын ала електен өткізілген ұнымыздың үстіне бір жұмыртқа салып, жаңағы дайындап алған суымызды құйып, орташа тығыздықта қамыр илейміз. Суды бірден құйып жібермейміз, жай-жайдан құйып отырып, қамырымыздың тығыздығына қарап отырып қамыр илейміз. Мінекей, қамырымыз осындай тығыздықта болу керек. Енді осы дайын болған қамырымызды мешокқа салып, жарты сағатқа демалдырып қоямыз. Жарты сағат өткеннен соң жаңағы қамырымызды дәл видеода көрсетілгендей етіп илеп, июін қандырамыз. Сонда біздің қамырымыз теп-тегіс, жаюға ыңғайлы, жұмыс істеуге ыңғайлы, өте әдемі қамыр болып шығады. Қамырымызды илеп болған соң тағы да мешокқа салып, тағы 15-20 минут көлемінде демалдырып қоямыз. Қамырымыз тағы біраз демалғаннан кейін өзіңізге керекті бөліктерге бөліп алсаңыздар болады. Мен дәл осы қамырды екі бөлікке бөліп жаямын. Сондықтан да қамырды екіге бөліп, дөп-дөңгелек етіп суалақтап аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз жұмыс істеуге өте ыңғайлы, эластичный, әдемі қамыр болып шықты. Енді осы жуалақтап қойған қамырларымызды тағы да мешокқа салып, салмасын дайындап алғанша тындырып қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына мен алдын ала пиязды ұсақтап турап алдым. Енді осының үстіне ұсақталған етімізді қосамыз. Сонан соң картопымызды дәл осылай үткіштен өткізіп қосатын боламыз. Салмасы негізі өз қалауларыңыз бойынша етпен, пиязбен жасасаңыздар да болады. Маған картоппен немесе асқабақпен жасаған ұнайды. Сондықтан да қазір картоппен жасап жатырмын. Өз қалауларыңыз бойынша сәбіз қоссаңыздар да болады. Мен осылай бір сәбізді үткіштен өткізіп қосып жіберемін. Енді осы үткіштен өткізілген сәбіз бен картопымызды да жаңағы ыдысымызға салып аламыз.
Енді дәміне қарай тұз бұрышын салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Енді жаңағы демалып тұрған қамырларымызды жаятын боламыз. Ұнның көмегімен дәл видеода көрсетілгендей етіп, бірінші қолымыздың көмегімен жұқартып аламыз. Сонан соң оқтаумен өте жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Достар, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Дәл осындай қазақша арнаның дамуына өз үлесіңізді қосқыңыз келсе, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп қоюды сұраймын. Мен осы арнамда сіздерге көптеген пайдалы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Сондықтан да каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Мінекей, қамырымызды өте жұп-жұқа етіп жайып алдық. Жұқалығы сіздерге жақсы көрініп тұр деп ойлаймын. Орама тағамына дәл осылай жұқа етіп жайған дұрыс қамырды. Енді жай ғана сұйық майды үстіне құйып, қамырдың барлық жеріне тигізіп, теп-тегіс етіп жағып шығамыз. Сармай немесе тоғмай пайдалансаңыздар да болады. Мен сұйық май пайдаландым. Майды барлық жеріне бір тегіс етіп жағып алғаннан соң, дәл осы қамырды ортасынан теңдей екіге бөлетін боламын. Сонан соң жаңағы дайындап алған салманы салып, барлық жеріне тигізіп жайып шығамыз. Салмамызды салып алған соң бір тегіс етіп жайып аламыз. Сонан соң дәл видеода көрсетілгендей етіп орамамызды орап шығамыз. Мен бұл жерде қазаным үлкен болғандықтан қамырды үлкен көлемде жасап жатырмын. Сіздер өз қазандарыңыздың көлеміне қарай қамырды кішірек етіп жайсаңыздар болады. Мінекей, орамаларымызды дәл осы әдіспен әдемілеп орап аламыз. Сонан соң манты қазандарымызға жайғастырып аламыз. Орамаларымызды манты қазанға жайғастырып алғаннан соң, үстіне бір тегіс етіп сұйық май жағып шығамыз. Сонда біздің орамамыздың қамыры кеуіп қалмай, жұп-жұмсақ, өте әдемі болып піседі. Орамамыздың екінші бөлігінде дәл солай жайғастырып, үстінен сұйық май жағып шығамыз. Сонан соң қалған қамырымызды да дәл осы тәсілмен жайып, салмасын салып, осылай орап, орамаларды жасап алып, манты қазанға жайғастырып, осылай сұйық майды бір тегіс етіп бетіне жағып шығамыз. Сонан соң қайнап тұрған ыстық судың үстіне 45 минутқа пісіруге жібереміз. Мінекей, біздің орамамыз 45 минут көлемінде ыстық суда қайнады. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып пісті. Қамырлары жұп-жұмсақ болып. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Бір жасағаннан өте әдемі болып шығатын рецепттердің бірі, өте дәмді және тойымды тағамдардың бірі. Сіздермен болған Фариза. Егер де менің видео рецептім сіздерге ұнаған болса, лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп қоюды сұраймын. Және де қоңырауша белгісін басып қойсаңыз, менің осындай салған видео рецепттерім бірінші болып сіздерге түсіп отыратын болады. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі тойымды болып шығатын ашыған қамырдан манты жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ол үшін ең алдымен қамырын жасап аламыз. Бізге електен өткізілген ұн, ашытқы, қант,
тұз және жылы су керек болады. Жылы суымызға қант және аштығыны салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған массаны ұнға қосамыз. Кейін және жылы суға тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Тұзды суды да қосып, жақсылап орташа жұмсақтықта қамыр илейміз. Кейін соңында кішкене май қосып, жақсылап илейміз. Қамыр осындай жұмсақтықта болу керек. Дайын болған қамырды орап, 1 сағат, 1,5 сағатқа тындырып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына пияз, асқабақ және ет керек болады. Етті видеода көрсетілгендей етіп ұсақтап турап аламыз. Немесе фарш қолдансаңыздар да болады. Жалпы салмасы өз қалауларыңыз бойынша, кім не салса да өзі біледі. Мен осылай салма қолдандым. Етімізді осылай ұсақтап турап алдық. Енді пиязды да видеода көрсетілгендей етіп ұсақтап турап аламыз. Достар, менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде жазылып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Бұдан да басқа да рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Енді асқабақты да дәл солай турап аламыз ұсақтап. Міне барлығын ұсақтап турап алдық. Енді кішкене ішмай қосамыз. Менде ет тартқыштан өткізілген. Кейін дәміне қарай тұз, бұрыш және кориандр қосамыз. Әркім өз қалау бойынша қосса болады. Кейін кішкене сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Осымен салмамыз дайын. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай қамырда жақсы көтеріліп дайын болып тұр. Енді дайын болған қамырымызды кішкене бөліктерге бөліп аламыз. Ол үшін қолымызды майлап, кейін бөлеміз. Шамамен 40-50 граммдай етіп бөліктерге бөліп аламыз. Одан көп болса өте үлкен болып кетеді. Мен өлшемеймін, өз көз мөлшеріммен осылай жасай беремін. Мантыға керекті заттарды осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Сіздер адам санына қарай азайтып, көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Міне қамырымызды бөліктерге бөліп алдық. Енді видеода көрсетілгендей етіп қамырдың шет-шетінен ғана басамыз. Қатты баспаймыз. Міне жайып алдық. Енді видеода көрсетілгендей етіп ішіне салмасын салып, видеода көрсетілгендей етіп түйіп шығамыз. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын, қалай түйуі. Үлкен бас бармағымызға қамырды қойып, екінші саусақпен соған қамырларды жабыстырып кете береміз. Қалай түйілуі сіздерге түсінікті болу үшін асықпай ұзақ түсірдім. Түсінікті деп ойлаймын. Мантылардың барлығын осылай түйіп алып, қайнап тұрған суға қойып, 45 минут буда пісіріп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады, әрі тойымды тағам. Видеоның соңына дейін менімен болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Фариза, сау болыңыздар.